Келіп жасады ойын уже мен келген кезде уже установка дайын тұр. Бір 10 минуттың ішінде дайын болған өнімдер ма? Алматыдан балалар бар да осындай көшті. Доғыр жасады сен да? О. Доғыр сондай ғой. Ол шикізат? Мен өзім қазір уже кешеге 2 партиясы. Жарты тоннадан сонда қанша кірсабы шығады? Жарты тоннадан алдында мен 2200-2300 штуктай шығарды. Мына жерде ыссы су бар да? Мынау ыссы су, мынау суық су. Мынау уже дұрыс. Қайырлы күн баршаңызға. Мен қазір Қазталов ауылындамын. Бұл шапшағын нысанды іскер жан цехқа айналдырып үлгерген. Бұл кір сабын. Қазір бұл шаруашылықты, бұл кәсіпті дөңгелетіп отырған кейіпкеріміз мінекей. Қуаныш. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Кәсібің қалай жүріп жатыр? Кәсібім бастамасы жаман емес, ақырын жүріп жатыр. Бұйырса бізге қазір мына өндіріс барысын егжей-тегжейлі түсіндіріп берсең. Бұл аппарат қалай жұмыс жасайды? Бұл аппарат негізі демек 777 деп аталады. Бұны Өзбекстаннан алып отырмыз, жеткізіп. Бұл аппарат негізі мұн жаққа шикізат саламыз. Мына жерінде охлаждающий, мұн жағында шикізатты көшесіз? Шикізат міне ашып көрсем бе? Және мынау қояш? Мынау да шикізат. Бұл өзіне салынады, өзіне салынған қайтадан сабын қылып шығарамыз. Ең басында ол мынау суда, мынау қыздырады, қыздырғаннан былай ошағына шығады. Мұн жерінде өз печаты дайын. Қазталов деген жазуымен 72% гость бәрі жазылған. Одан мынадай болып шығады дайын өнім деген. Былай көрсетейікші. Шыққаннан кейін мінекей осылай шығады және мына жағында Қазталов деген жазуы бар. Елді мекеннің атауы ғой. Бұдан шыққан сабынды біз мұн жақта арнайы кесетін жері бар. Сол арқылы кесеміз. Бұл жерден ішіне шығады. Отходтарын өзіне қайтадан саламыз. Отход еместерін. Бұлардың өлшемі қандай? Бұлар 200 граммдықтар. Қазір 3 түрлісі бар. 200 граммдық, 250 граммдық және 100 граммдық. 3 түрлі насадкасы бар. Қазір 200-250 граммдығын шығарып жатырмыз. 250 граммдығы көп өтіп жатыр енді. 200 граммдығы ақырын өтіп жатыр. Алдын ала дайындап қойған ғой жаққа. Мынау шикізат, иә? Иә. Бұл өз кеше ғана келді. Қанша көлемде келеді бір тапсырыс бергенде саған? Негіз 1 тоннадай заказ береміз, бірақ 1 тоннаны 2 бөліп келіп жатыр. Қазір бір-ақ рет заказ бердім уже. Ең басында бір рет келді, екінші заказ уже кешеге 2 партиясы. Жарты тоннадан сонда қанша кірсабы шығады? Жарты тоннадан алдында мен 2200-2300 штуктай шығарды. Қанша күнде жасап тастадың? 2,5 күнде уже бітіріп тастадым оны. Енді өндіріс тез болып тұр ғой, иә? Өндірісі жақсы. Дайын шикізат аламыз, бұны өзіне саламыз. Одан кейін аппаратты қосамыз, аппараттың ішінде өзі престеліп, бәрі дайын күйінде шығатын болады. Қосып көрсетейін бе? Қосып, көрсетіп жүрсең. Қатты жүргету мүмкін. Мына жерде ыссы су бар да? Мынау ыссы су, мынау суық су. Өзі қайната ма мынаны суды? Оны немесе қолға қосып 220 вольтқа. Ол қолға қосылған өзі. Ағаша қолға қосып. Арнай. Неге жазу мына жерде? Мынау печатты, мынау қазір. Осы печатпен міне қашап жазады. Мауэр енді қазір отходқа кетеді, қайтадан. Отход дегенде қайтадан өзіне қалдыратын боламыз. Егер сапасы шықса, осылай қайтадан осында жібереді. Қайтадан сала береміз.
сапасы сәтті шығу үшін қайта шикізатты өндіріске жібереді мұнда. Қысыған кезінде бұл суды жағынан ағытып, суын шығарып, қайта су құйып отырамыз. Ал мына жағы постоянно болып тұрады. Ол өзі автоматтандырылған, өзі су қосып, қайтадан қосыла береді, қайта қосыла береді. Қалай сапасы? Ал, бұны қайтадан салып жіберу керек болады. Өйткені мына жоғары жағы пішіні келмейді біраз. Астыңғы жағы сол жағы дұрыс емес. Бұны қайтадан салып, қайтадан шығаратын боламыз. Мыналарды бірге салуға бола ма? Осылай шикізатпен мына екеуін? Болады. Мысалы мынаны салып жіберейін бе? Бәрі біріккен, енді сырты бәрі біріккен, бірақ біраз бар әлі. Міне енді жақсы болып келді. Бұны да жібересің, иә? Бұны да қайта салып жібересің. Көп салып жүрсе де дұрыс жүрмей қалады, сол үшін азаздан. Ортасы дұрыс емес. Бұны қайтадан салып жібереміз. Бұл жағы да дұрыс болған. Мына уже дұрыс. Мінекей, енді дұрыс шығып жатыр өнім. Қойып аламыз да арғай Бөлшек дейді. Бұл Барлығы кәсіптің бірдей көлемде шығарады. Кеседі. Мынау міне жаңа ғана дайындалған өнімдер. Келіп жасады ойын, мен келген кезде уже ұсаңыз дайын тұр. Бір 10 минуттың ішінде дайын болған өнімдер мынау. Алматыдан балалар бар да осылай көшті. Доғыр жасады десем да. Бұл шикізат. Жоқ, сен мысалы енді Өзбекстанға просто ақшаны Шетелден тапсырыспен келеді екен. Ал бұл дайын өнімдер. Өнімдерді дүкендерге жібереді. Көтерме бағамен сатады. Қазір ауылда қанша дүкенде тауарыңыз өтіп жатыр? Қазір таңда 5-6 дүкен же оптовый алды, 3-4 дүкен же пробныйға 20-20 штуктен сөйтіп алды. Тек бастағаныңыз 2 апта ғана болды ғой, иә? 2 аптадай же шығарып бастағанға. 1 апта же ақырын саудаға шығарғанға ғой. Оптовый баға, оптовый магазиндерге ақырын. Халыққа. Бұл? Иә. Ал штукта просто 170-190 негізі. Оптовый баға сол ғой. 160-170. Сонда екеуің қанша болады? 140 болады, 170. 340 та? Аха. Все. Міне брат, лақтырып атын. Маған бере ғой. Келді. Сапасын көрейін деп жатсың ба? Иә, ауылдар жаңадан ашылып жатыр дейді. Көрейік деп. Дұрыс. Сапасы ұнаса, тапсырыс бересің ба? Әрине. Давай. Ал Қуаныш, кәсібіңе табыс тілеймін. Берекелі болсын. Шесат. Жақсы да. Жолдарыңыз болсын сіздерде. Жақсы да. Сау болыңыздар. Аман бол. Ал біз Қазталов ауданының өзге де ауылдарына жолға шыққалы жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Ал бұл біздің ақырында осы ақырында шарлаймыз. Ал кеттік.